Ассалаумағалейкум, Нариман мырза, Еркебұлан мырза. Бүгін біз сіздердің қара шаңырақтарыңызға келіп отырмыз. Бүгінгі негізгі ғылым күніне орай жасанды интеллект білімде атты дөңгелек үстелімізді жасап отырмыз. Оның ішінде робототехника саласы бойынша біз жыл сайын негізі табысты түлек жобасы аясында түлектерімізбен осындай подкаст сұхбат жасаймыз. Жылда қазіргі таңда өзіміздің түлектеріміз әр жерде жүргеннен кейін түлектеріміз немен айналысып жатыр, қандай деңгейде жетір деген секілді сұрақтармен сұхбаттасамыз. Жалпы сұрақты әуелі өздеріңізден бастағым келіп тұр, Нариман мырза. Жалпы сіз кімсіз, қайда жұмыс істеп жатырсыз, қазіргі таңда немен айналысып жатырсыз және алдағы уақытта сізді кім деп танығанын қалайсыз деген сияқты сұрақтар. Сұрағыңызға рахмет. Қазіргі кезде Қызылтан ауылы, яғни Зеренді ауданы Қызылтан ауылында жұмыс жасаймын. Мектепте информатика пәні мұғалімі. Одан бөлек қосымша робототехника саласында да жүрмін. Балаларды жарысқа дайындап, осы робототехника саласында балаларды дайындап. Өзіңіздің орныңызда қалыптасып жатсыз, жақсы. Еркебұлан мырза, сіз кімсіз? Мен қазіргі таңда Көкшетау қаласының номер 1 мектеп гимназиясында информатика пәні мұғалімі және де болашақ сарайында робототехника пәні мұғалімі болып жұмыс атқарамын. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ, жалпы осы робототехника бағытына келу жолыңыз қалай басталды, Нариман мырза? Робототехника жолына келу мынау педагогикалық колледж қабырғасында басталды. Екінші курстан бастап, қабырғада осы мекемеде робототехника деген үйірме ашылып, сол үйірмеде қатысушы болып, үйірмеден сабақ алып, робототехникаға осылай келдім. Жарыстарға қатысып осы колледж қабырғасында. Актуалды екенін түсініп қалдыңыз сразу, иә? Сол кезде енді ашылып келе жатқан кез ғой. Қазір уже шарықтап дамып келе жатыр, иә? Қазір енді оқушыларды, шәкірттерді дайындап. Сіз де осы колледжімізден бастап алған шығарсыз, иә? Мен Нариманмен бірге екеуміз бір топта оқығанбыз. Біз 2017 жылы осы педколледжге түсіп, 2021 жылы аяқтадық. Біз ең алғашында робототехника 2018 жылы Рауан Қайыргелдіұлымен бірге айналысқан болатынбыз. Сол кісі негізін қалады, бізді қызықтырды деуге болады. Сол арқылы осы салаға қызығушылығымыз оянды. Жақсы, рахмет. Так, Нариман мырза, енді сіздің алғашқы роботтық жобаңыз немесе сабақтағы тәжірибеңіз қалай болды? Осы колледж қабырғасында ма? Жалпылама түрде. Ең алдымен осы колледж қабырғасында үйірмеде жүрген кезде бізді осы Рауан Қайыргелдіұлы жарысқа қатыстырып, ең алғашқы робот сумо деген санатқа қатысқан болатынбыз. Сол жобаны қорғап, сол жобадан кейін бастау алды ғой осы қызығушылық робототехника саласында. Қазіргі кезде енді жылдан жылға санаттар өзгеруде. Қазір басқа роботтар әртүрлі бағыттар. Еркебұлан мырза, сіз енді ұстаздық жолыңызда қандай ең алғашқы жобаңыз болды? Мен ең алғашқы 2021 жыл болашақ сарайына жұмысқа орналастым. Сол 21 жылы балаларымды кегелинг деген санатқа қатыстырып, сол арқылы балалардың қызығушылығын оятып, жарысқа қатысып бастадық. Нәтиже болды? Нәтиже болды. Білмеймін, иә? Жақсы. Келесі сұрақ, Нариман мырза. Неліктен информатикамен қатар робототехниканы оқытуға көңіл бөлдіңіз? Ең алдымен мынау информатика саласында, яғни информатика пәнінде мынау бағдарламалау деген пән бар ғой осы. Сол пән арқылы, яғни мынау тек қана роботты құрастыру ғана емес, сонымен қатар оны жүргізу, белгілі бір іс-әрекетті орындату, сол қызығушылық болды. Содан бастап мынау жаңағы информатика және робототехника екеуі бір-бірімен егіз ұғым болып кетті. Сондай ұғымға келдім. Жақсы, рахмет, көптен көп. Келесі сұрақ, Еркебұлан мырза, өзіңізге. Оқушыларға робототехника ұғымын қандай әдістер арқылы түсіндіресіз негізі? Әдіс тәсілдеріңіз бар ма? Әдіс тәсілдері, мысалы, робот адамды ешқашан алмастыра алмайды ғой. Мысалы, белгілі бір іс-әрекетті орындағанда, либо әрекеттерді орындаған кезде балаларға мысалы робот арқылы жұмыс істеп жатқанын көрсетемін. Және де робототехника ұғымын балаларға роботтар құрастыру барысында, бағдарламалау барысында түсіндіріп жүрмін. Бағдарламалау мен информатика өзі былай бір-біріне байланысты, тығыз ұғым. Робототехника бізде мектепте 2-ші сыныптан басталады, 4-ші сыныпқа дейін бар бағдарламаның ішінде. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ сізге өзіңізге қойайын. Қазіргі роботтық жүйелер адам еңбегіне қандай деңгейде балама бола алады деп ойлайсыз? Қазіргі кезде робототехника бізде
мынау өнеркәсіпте болсын, медицинада болсын, кеңінен енгізіліп келе жатыр ғой. Тұрмыста болсын, мынау жаңағы өздеріңіз көріп жатқандарыңыздай, мынау тұрмыстық роботтардың қатарында, яғни робот ит деген бар, ойын-сауық роботтары. Одан бөлек, мысалы, қазіргі кезде роботтар бізде адам өміріне қандай көмек көрсетіп жатыр деген сұраққа, яғни өнеркәсіпте бізде зауыттар бар деген сияқты өте ауыр, қауіпті жұмыстарды бізде роботтар, машина құрастыру жағында, сондай нәрселер. Роботтар көмектесіп жатыр. Ол жерде ертең күні адамның жұмысын полностью ысырып алмастыра ала ма сонда? Жоқ, меніңше алмастырмайды. Кей кезде алмастыра алады. Яғни мынау жаңағы қауіпті жерлерде болсын, ауыр жұмыстарды болсын, бірақ толығымен алмастыра алмайды. 100% алмастыра алмайды. Өйткені адамша ойлай алмайтындығынан да адам секілді ойлай алмайтынынан, адам секілді инстинкт, интуиция деген нәрселер жоқтығынан да шығады. Эмоциясын көрсете алмайды деген сияқты. Жақсы айтып робототехниканы тиімді оқыту үшін қандай жалпы құзыреттер маңызды? Мысалы, робототехниканы тиімді оқыту үшін ең алдымен балада қызығушылық болу керек. Мысалы, балада мен өзім үйірмемен айналысқасын, үйірмеде ата-аналары балаларды мәжбүрлеп үйірмеге әкеледі, ол балалардың қызығушылығы болмайды. Ол балалар мысалы 1-2 ай келеді, үйірмеден кетіп қалады. Мысалы, ең бастысы балада қызығушылық болу керек. Қызығушылық болса, әрі қарай оқушы алып кетеді. Ол негізіне байланысты емес па? Жаңағыдай ИО3 болсын, жаңағы ойыны болсын, басқасы болсын, барлығына просто балада қызығушылық болса болды, кез келген қызығушылық болса болды. Мысалы, бала ең алғаш келгенде мен балаларды 7 жастан бала аламын. Онда мысалы Лего Веда деген набордан бастаймыз. Сосын жастарына байланысты наборлар ауысып отырады. Қиындай береді наборлар, Жақсы, рахмет. Так, Нарима мырза, сабақ барысында оқушылар жиі жіберетін негізгі қателіктер қандай? Жиі жіберетін қателіктер тез нәтижеге жеткізгілері келеді балалардың. Мысалы, мынау жарысқа дайындаған кезде балалар бірден ойлап тұрады, жарысқа барамыз, робот жүргіземіз, орын алып кетеміз деген сияқты. Бұндай қателіктерді біз енді ұстаз болғаннан кейін әрқашанда психологиялық мынандай жағдай жасап, яғни психология жағынан ең алдымен дайындаймыз балаларды. Одан кейін барып, мынау жалпы жарысқа келген кезде балаларда робот былай мысалы осы мектепте жүріп тұрып, одан кейін жарысқа барып жүрмей қалса, бұл қалыпты жағдай деп түсіндіреміз. Бұл қалыпты жағдай, бұл болу керек нәрсе. Яғни әрбір қателіктен сабақ алу керек деген сияқты. Одан кейін мектепке барып, қайтадан сол қателікті түзеп, одан кейін екінші жарысқа уже дайындаласыздар. Мысалы үшін роботты құрастырғанның өзіне де, оны жүргізудің өзіне де әжептәуір бір күш керек, шыдамдылық керек. Оңай емес бұл нәрселер жүргізуде. Жақсы, рахмет. Еркебұлан мырза, робототехника курсын игеруде жалпы математикалық және алгоритмдік ойлаудың маңызы қандай? Математикалық ойлау дегенде, мысалы, ЭВТ-де бізде бағдарламағанда бізде математикалық блоктар бар. Соның ішінде, мысалы, бала санау білу қажет. Мысалы, бізде роботты жүргізген кезде моторын оборот арқылы жүргізуге болады, уақыт арқылы жүргізуге болады. Соны бала санай алу керек. Ал алгоритмді арқылы алатын болсақ, мысалы, бала келгенде цикл не екенін білу керек. Мысалы, циклдің бірінші рет қайталанатын циклді көрсеткенде біз, мысалы, мұнда көрсетуге болады. Неше рет бізде цикл орындалу керек, шексіз орындалу керек па, уақытпен арқылы ма, соны бала түсініп келу керек. Жақсы, рахмет. Жалпылама түрде алгоритмдік міндеттерде базы болу керек. Математикалық және логикалық міндеттерде болу керек. Жақсы, рахмет. Нарима мырза, білім беру саласында робототехниканың қазіргі даму бағыттары қандай? Қай бағытта бара жатырмыз? Робототехника қазіргі кезде Қазақстанда жақсы дамып келе жатыр. Әрине бұл жаңағы көптеген үйірмелер ашылып жатыр, жарыстар көбейіп жатыр елімізде, түрлі жарыстар. Шетелде болсын, мысалы Қазақстан әр сәтте орындармен келеді, балалар жақсы дамып келе жатыр деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде ақша құю мәселесі, қаражат жағы мәселе болады. Сондай мәселелер туындап қалады, немесе инфрақұрылым болсын, барып келу жағы ма? Сондай жағдайлар, қиындықтар туады. Сонда да енді Қазақстан балалары жақсы робототехникадан өз ойым. Мемлекетпен салыстырғанда қалай жағында, қай деңгейде примерно балалардың деңгейі салыстырмалы түрде? Мысалы, First болсын, Бро болсын жарыстар, сол жарыстар, енді үлкен жарыстар ғой. Бұл жерде мықты деген, яғни ақш,
Қытай болсын, мынау Ресей болсын, сол қатарлардың қасындамыз біз. Бірге Иә. тең келе жатсыздар, иә? Топ 10-15 деген, Солардың ішіне иә, келесіз. соған ішіне келеміз. Әрқашан енді жаңалықтардан көріп тұрамыз енді сондай жетістіктерді. Жалпы олар қандай түрінен барады? Әртүрлі түрінен барады ғой, тоже мындай Лего не деген секілді емес, оларда жалпылама түрде кете бере ма? Так, бұл жарыстар, иә, әртүрлі жарыстар. Мысалы, мынау жиынтықтарға да байланысты, Lego EV3 болсын, Vex болсын деген сияқты, Arduino'дан болсын, одан бөлек бізде жобалар бар, яғни инновациялық жобалар, сол бойынша да біздің оқушылар қатардан қалмайды. Қалмайды, иә, тек тіресіп келе жатыр. Өйткені нелерді кейбіреулерден көріп тұрамын, ұстаздарды андай статустарынан бойынша Америка, Турцияға жолдама алып жатқандар. Бірақ енді бару жағынан, жаңағындай қаражат жағынан шамалы қиналып жатырмыз дегендей сондай мәселе уәж айтатын болмаса, так шетелге шығып жатқаны бізді қуантады. Жастардың жаңағындай өздерінің робот бойынша өздерінің жаңағы нәтижелерін көрсетіп шетелге шығып жатқаны ол бізге әрине үлкен жетістік деп ойлаймын. Жақсы, Еркебұлан мырза, жалпы болашақта робототехника пәнінің білім беру жүйесінде қалай өзгереді деп ойлайсыз? Жалпы білім беру жүйесінде қалай өзгеріс болады? Дами бере ма, или тоқтап тастай ма бұны, или пән ретінде кіргізіле ма деген секілді. Мысалы, мен айтып кеттім ғой, мектепте робототехника бізде бастауышта және де 5-ші сыныптарда тоқталып кетеді. Мысалы, робототехниканы мектепке пән ретінде кіргізіп қажет емес деп ойлаймын. Себебі мектептерде жағдай жасалмаған роботтар, наборлар жоқ, жинақтар жоқ. Мысалы, біз түсіндіргенде мектепте 1-2 набор бар, бір набормен мысалы барлық бала жұмыс істей алмайды, барлығын қамти алмаймыз сабақтың үстінде. Мысалы, роботтың жай ғана алға жүруін, артқа жүруін және де бағдарламалауын ғана көрсете аламыз сабақтың үстінде. Оларна компьютерлік кабинетті компьютерсіз елестеткенмен бірдей болып тұр ғой, иә, сонда. Баяғыда 90-шы жылдарда солай деп айтып жататын, өзі компьютерлер кіргенде жанбайтын деп. Жақсы. Болашақ жалпы жасанды интеллект элементтерін робототехника сабақтарына қалай енгізесіз? Жасанды интеллект енді қазіргі кезде жақсы дамып жатқан сала ғой. Мынау робототехника бұрын, осыдан 1-2 жыл бұрын біз роботтарды тек қана жүргізіп, мынау белгілі бір тапсырмаларды орындатқызсақ, қазіргі енді жасанды интеллект дамуына байланысты бұл роботтарды, яғни шамал ойлауға әкеліп, мынандай тапсырмаларды өздігінен ойлап шешуге сондай бағытқа бұрып жатырмыз деп ойлаймын. Яғни элементтер болмаса жаңағы датчиктерді жүргізу үшін қалай жүргізу керек деген сияқты, шамалы бір математикалық, логикалық сұрақтарды қоясыздар ма, или жалпылама түрде басқа бір? Мысалы, жасанды интеллект бойынша, яғни қарапайым ультрадыбыстық датчикті алатын болсақ, бұл кедергіні анықтайтын датчик қой. Жаңағы алдында кедергі бар ма, кедергі болса не істеу керек деген сияқты робот өздігінен ойлау тиіс деп. Яғни сондай бағдарламалар жазамыз. Сол. Жақсы. Еркебұлан мырза, жаңағы мектептің несі бойынша, базасы бойынша тоқталып кеттіңіз ғой. Енді осы орайда Қазақстандағы мектептерде робототехниканы оқытудың қазіргі жағдайына қандай баға бересіз жалпы? Баға бергенде, мысалы, Астана қаласында белгілі бір жекеменшік мектептер бар. Ол жекеменшік мектептерде балаларға робототехникамен айналысуға арнайы жағдайлар жасалған, мүмкіндіктері бар. Мысалы, балалар түске дейін сабақтарын оқыса, түстен кейін оларда робототехникамен айналысуға өз мүмкіндіктері болады. Және де Астанадағы көптеген мектептер шетелдерге шыққанда жүлделі орындармен оралады. Олардың базасы қалыптасқандықтан және де күнделікті айналысқаннан кейін, мысалы үшін даже элементарно бір машинаны енді айдап үйреніп жүрген баламен уже күнделікті айдап жүрген баланың разницасы көп болады. Сол секілді, роботтарды күнде жүргізіп жүрген баламен енді үйреніп жүрген былайша арасында бір танысқан баланың разницасы болады, қанша деген айырмашылығы болады. Жақсы. Келесі сұрақ, Нариман мырза, сіздің тәжірибеңізде ерекше әсер қалдырған оқушы жобалар туралы айтып берсеңіз? Менің тәжірибемде оқушылар, яғни жарыстарға барған кезде түрлі жобаларды көрдім. Соның ішінде ұнағаны мынандай жобалар, яғни адам өміріне пайдасы бар заттарды жасау. Яғни медицина саласында мынандай бір жобаны көрген болатын, осы күз кезінде ма, сол маңайда. Оқушы өзі астмамен ауырады, сол астмаға, яғни астма несін сондай бір құрылғы ойлап тапқан ғой.
сол жоба ұнады маған. Яғни өзі сол құрылғыны ойлап тауып, оны бағдарламалап, оны мынандай сатуға дейінгі жерге дейін жеткізген ғой. Получается, өзіне пайда келтіріп тұр, бір жағынан, денсаулығына пайда келтіріп тұр, еще басқа адамдарға да пайдасы болсын деп. Сол арқылы ақша тауып жатыр еще. Иә, сондай деңгейге дейін жеткізген оқушыны көрген болатын. Сол оқушының жетістігі ұнады маған, жеткен. Расымен де таңғаларлық, Ол жалпы ауылыңыздың баласы ма, или жалпы басқа Жоқ, бұл қаланың баласы осы. Қаланың баласы. Иә, қаланың баласы. Жақсы. Менің балам емес, ол просто жарыста көрген. көрген. Жоқ, енді жалпылама түрде айтып жатқанымыз ғой. Келесі, Еркебұлан мырза, роботтық жобаларды жүзеге асыруда ең күрделі кезең негізі қайсы кезең? Күрделі кезең болып табылатын, ол бізде идея табу қиын болады. Мысалы, қазіргі таңда робототехника уже дамығандықтан көптеген проекттер, жобалар уже жасалынған болатын. Сол жасалынған проекттердің ішінен, мысалы, жоқ проектті бізге іздеп табу керек и адамдарды қызықтыра алу қажетпіз. Мысалы, қазір уже жобалар барлық саланы да қамтып тастаған, мұғалімдерді алмастыруға да жобалар көрдім. Мысалы, ең алдымен ең қиыны бізде идея табу, сосын идея тапқаннан кейін ары қарай өзі жүре береді. Ең негізі қиын сонда идея табылып тұр, иә? Идея табылса, ары қарай жүйесін таба береді. Жақсы. Нариман мырза, бір оқу жобасын толық орындауға әдетте қанша уақыт қажет болады жалпы бір нәрсесін? Бұл жобаның күрделілігіне байланысты деп ойлаймын. Қаншалықты күрделі болса, соншалықты уақыт алады. Мысалы, қарапайым робот сумо, кегірлік деп айтамыз, сызық бойымен жарыс деп айтамыз. Бұл жобалар сәл оңайырақ. Оған уақыт аздау кетеді енді. Бір жұма оқушыны дайындап шығуға болады. Дым білмейтін с нуля, получается, дым ешқандай база жоқ оқушыдан бір аптаның көлемінде уже соны жасап шығуға болады. Жасап шығуға болады, ол қарапайым жарыстар. Күрделі, мысалы, мынау жаңағы инновациялық жобалар дейміз ғой, оған 2-3 ай кетуі мүмкін, жарты жыл кетуі мүмкін, 1 жыл кетуі мүмкін, жаңағы жобаның күрделілігіне байланысты бәрі. Еще баланың да деңгейіне де байланысты шығар, іліп кету деген секілді өздігінде. Егер де мысалы бала өзі қызығушылығы болса, ол жобаны тез меңгеріп кетуі мүмкін. Яғни, егер қызығушылығы бар бала, бұл өздігінен де дайындала береді. Яғни, тек қана біз бағытты ұсынамыз, сол бағыт бойынша өзі дайындала береді. Ал егер де қызығушылығы жоқ болса, мысалы, кейде болады, оқушы таппай қаламыз, мысалы, барып көрсейші деп айтасыз. Барып көрсейші, осындай жарыс бар деп. Ол бала қызығушылығы өте ойланайын, ертең жауабын айтамын деген сияқты болады. Одан кейін жарайды, әйтеуір келістіріп аласың. Келістіріп алғаннан кейін оған уақыт керек, соны дайындау үшін. Ол өзінің қызығушылығы болмаса тағы бір-екі жұма уақыт кетеді оған. Получается, сонда қаншама уақыт жоғалтып аласыздар. Ал егер қызығушылығы болса, сол тез үйреніп алып кетуге болады. Жақсы, Еркебұлан мырза, сіз жиі қолданатын немесе тиімді деп санайтын технологиялық құралдар қандай? Робототехника саласында или жинақ деп алуға болады ғой? Жинақ деп алсаңыз, мысалы, бізде жинақ вот столда тұр ғой, EV3 жинағын алуға болады. Бұл балаларға базасын қалыптастыруға өте тиімді. Бұның ішінде бізде екі мотордың түрі бар, және де 4 датчиктің түрі бар. Осы арқылы баланы жақсы деңгейге шығаруға болады. Бірақ әлі күнге дейін осы Лего актуалды ма? Қазір уже производствода жоқ, бұлар ақырын кетіп жатыр. Не нәрселерді басып жатыр сонда олар? Қазір Spike, Redix деген наборлар шығып жатыр. Көбі қазір Arduinoмен жұмыс жасайды. Несімен ерекшеленеді олар? Оларда ерекшеленеді деп айта алмаймын. Бір-бірлеріне функциялары бір ғой. Функциялары бірдей, но EV3-ден Spike бізде кішкене не болады, төмендеу болып саналады. Но мынау жақсы. Баланы үйретуге. Бастапқы үйретуге осы жақсы, одан кейінгілер уже күрделене береді наборларына байланысты. Жақсы. Нариман мырза, егер мүмкіндік шексіз болса, білім беру саласына қандай инновациялық роботтық жоба енгізер едіңіз? Егер мүмкіндік шексіз болса, қолыңызда бүкіл набор бар деп елестетейік, сізде не керек дейміз, бәрі алдыңызға бердік. Қандай инновациялар бар? Бұл жерде тағы да жаңағы адамға көмек көрсету жағынан. Медицина саласы болсын, басқа. Өнеркәсіп саласында болсын, медицина саласында болсын, яғни жаңағы тұрмыстық салада болсын, сондай бір роботтар жасаушы едім. Яғни адамға пайдасы тиердей. Енді қазір Қызылтаңға не нәрсе жетіспей жатыр, не нәрсені құрастырып шығар едіңіз? Қызылтаңға мынандай не нәрсе жетіспей жатыр. Қызылтаңға
енді ауыл болғасын Біраз қыста қаралып қалады деген сияқты. қарды өзі тазалап өзі тазалайтын сияқты. Тракторлерді жалдамай-ақ, немай-ақ, сол тоқтың өзімен немен электр өздері қар көре беретін, Жақсы, рахмет көптен көп. Еркебұлан мырза, сізге роботтар мен интеллектуалды жүйелердің дамуы қоғам үшін қандай тәуекелдер тудыруы мүмкін? Тәуекелдері, мысалы, тәуекел тудырады деп ойламаймын. Мысалы, робот адамды алмастыра алмайды. Робот, мысалы, ол адам сияқты ойлай алмайды. Ол берген, мысалы, бұйрықтарды командаларды ғана орындай алады. Сондықтан роботтан қауіп жоқ деп ойлаймын. Ол тек адамға пайдасына келуден, мысалы, мұғалім болғанда бізге ассистент сияқты роботтар құрастыруға болады. Сол жағынан пайдалы деп ойлаймын. Адамның өмірін шамалы жеңілдетуге. Жақсы. Нариман мырза, енді соңғы сұрағымыз, осымен қорытындыласақ, жалпы сіздің ойыңызша оқушылар үшін қай бағыт маңыздырақ? Тұрмыстық роботтар ма, әлде өндірістік автоматтандыру ма? Меніңше маңыздырақ. Екеуі де маңызды негізі. Медицина саласында болсын, жаңа өндірістік салада болсын. Екеуі де маңызды. Бірақ енді басынан мысалы үшін тапсырма берген кезде олар қай бағытқа қарай больше қызығушылық танытып құрастыра бастайды? Тұрмыстық жағдайына ма? Меніңше өндірістік жағдайға байланысты. Өндірістік жағдайға байланысты, машиностроение деген сияқты ғой. Осы орайда сұрақ, жалпы ұлдар көп келе ме, қыздар көп келе ме осы робототехникаға? Ұлдар көп келеді. Ұлдардың басым бөлігі, ұлдардың икемі бар. Икемі бар. Қызығушылығы бар. Мысалы, машинаның өзін алғанда ұлдар көп жүргізеді, сол сияқты роботқа да қызығушылығы ұлдардың көп болады. Жақсы, рахмет. Жалпылама түрде дискриминациядан аулақпыз, бірақ десе де ер балалар более қызығушылық танытады. Жақсы, сүбелі сұхбаттарыңыз үшін көптен көп рахмет. Алдағы уақытта сіздерге сәттілік тілейміз. Жетер жетістіктеріңіз көп болсын, оқушыларыңызда көп болсын жетер жетістіктері. Келесі жылға, енді тағы да жылдан жылға қара шаңырақта көруге ниеттіміз. Қара шаңыраққа тағы да қош келдіңіздер. Шақырғандарыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.